Баршаңызға сәлем. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні құтты болсын. Бұл күн ата-бабамыз аңсаған арманына қол жеткізген, елімізге еркіндік сыйлаған ұлы күн. Дәл осындай тарихи думанда көк туымыз асқақтап, еліміз өркендей берсін. Сіздерге отбасыларыңызға бақыт, мол денсаулық, ырыс береке тілейміз. Ізгі ниетпен Корей еліндегі Томирис қазақтар диаспорасы. Қабірден хат. Қайрат Рысқұлбековтің монологы. Ажалсызбын, армансызбын, азатпын. Мендегі мұң ғажап мұң, әлі азап мұң. Ұлтым үшін ұлтарақпын, аз десен. Сүйегіммен де, сүтіммен де қазақпын. Көк бөрінің сіңіріндей сірімен, сол үшін де ажалсызбын тірімен, шындық үшін құрбандыққа шалынып, шырылдаған құлындардың бірімін. Талай-талай тоналдым да тапталдым, өз-өзімді жоғалтуға шақ қалдым. Көк көйлекті көктемде туылып, желтоқсанда еріп кеткен ақ қармын. Күңіренсең үн шығады көрденде, шертілмеген шерім қанша шерменде. Өз тіліңде өмір сүріп, сонан соң не жетеді өз тіліңде өлгенге. Мен сұрасам, теңдігімді сұрадым. Теңдігімнің кемдігіне жыладым. Ай күзетіп, ару сүйер жасымда, мен ажалдың құшағына құладым. Кек алатын кәрден де, жастан да, қу тіршілік құпиясын ашқан ба? Бауыр қалды өзегіне өртеніп, ана қалды сүтін сауып аспанға. Тәуелсіздік қазақ үшін ғажап қот. Ғажап қотқа жүрмейді енді мазақ түк. Бөрі мінез балалардың арманы, айналайын алтын қанат азаттық. Саған құрбан жастығымда, жанымда, саған құрбан атпай қалған таңымда, тереңдігі қабірден де тереңдеу, менің қайғым қазағымның қанында. Тәуелсіздік үшін құрбан болған бүкіл жандарды еске алып ұмытпай ағайын. Тәуелсіздік күні құтты болсын.